Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әсем. Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайындағы қолдың сүзбесімен де дайындалатын, дәл осы балаларда үлкендерді сүйіп жейтін сырокты дайындайтын боламыз. Магазиндерде бұның бір штугы 300-500 теңгеден одан да жоғары ақшада сатылады, ал сіздер үйде жасап өте көп мөлшерде әрі дәмді етіп жасай аласыздар. Сол себепті міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, парақшама тіркеліп қойып, жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қолдың сүзбесін алдым, мен сіздер магазиндікін алсаңыздар да болады. Оның үстіне сахарный пудра және сары май, яғни сливочный масса дүкендікін пайдаландым. Мен қолдікі болмайды, міндетті түрде дүкендікін алып пайдаланатын боламыз. Бөлме температурасында болуы қажет. Енді осының барлығын жақсылап бір керке етіп, арасындағы түйіршіктерін қалдырмай жақсылап блендерлеп аламыз да кондитерлік мешокқа құйып, осындай резиновый формаларға құйып шығатын боламыз. Осындай резиновый формалардың қалаларыңша әртүрлі формаларға құя берсеңіздер болады. Кекс дайындайтын формаларға да жасай берсеңіздер болады. Бастысы резиновый болғаны дұрыс. Сонда қатқан кезде сіздерде сыроктарыңыз оңай алынатын болады. Түбі жабысып қалатын темір ыдыстарда бұларды жасауға болмайды. Міндетті түрде осындай резиновый ыдыстар болуы керек. Бұл ыдыстарды сіздер кондитерлік магазиннен табасыздар. Және де арасына мен осындай вареный сгущенканы пайдаландым. Сапалы шоколадный вареный сгущенканы салдым да, үстін осылай тегістеп тағы да құйып жібердім. Енді арасына джем қоссаңыздар да болады, немесе түрлі клубника, малина секілді жемістерді қосып жасасаңыздар да болады. Бұл бәрібірде морозильникте, яғни мұздатқышта сақталады. Яғни қатырып аламыз. Қатырылған сыроктарды өздеріңіздің мөлшерлеріңізге қарай шоколадқа батырып жіберсеңіздер болады, немесе шоколадқа батырып қойып морозильникке сақтап, қажет кезде жейтін мөлшерлеріңізді холодильник арқылы жібітіп алып, солайынан да жіберсеңіздер болады. Енді алдын ала ерітілген шоколадқа осылай батырып аламыз. Шоколадты микроволновкада импульспен ерітіп алсаңыздар болады, немесе водяной баняда ерітіп алсаңыздар болады. Және ішіне сұйылмай қосуды ұмытпаңыздар, сонда батырған кезде оңай батырып алынатын болады. Неге? Енді сыроктарымыз дайын, және шоколадқа батырған кезде сыроктар бірден қатады, себебі ол мұз болып тұр. Осымен дайын, өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Парақшам пайдалы, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.